Өмірдің көшін сәлянғар, сүрінсе кейбір адамдар. Төтенше жағдай боп қалса дұрысын жолдың бағамдар. Психологиялық көмекті жасайтын осы мамандар. Қателесуге хақың бар, өмір кітабын оқыңдар. Оларда үлкен жүрек бар, оларда сабыр, ақыл бар. Жұбатып барып жөн сілтеп, көмекке келген батырлар. Еңбегі ерек басқадан, қиындықтардан қашпаған, біреуге төнсе қара бұлт адамдығынан аспаған, төтенше жағдай болғанда жаныңда жүрер жақсы адам. Төтенше жағдай құрамы апатқа қарсы тұрады. Еңсесін биік көтерген 25 жыл болған ел үшін еселі еңбек өтелген, әрқашан дайын халық үшін апатқа келген төтеннен. Төтенше жағдайда қауіп төнген, психология жағынан көмек берген, ортасында апаттың бірге елмен зардап шеккен әр жанға демеу болып, тәжірибесін аянбай жиып берген. Сарбаздарын даярлап жігер беріп, қарсы тұрар апатқа айтпай келген психолог маманға алғыс елде. Әр маманы аянбай еңбек еткен, еңбектері кезі жоқ зая кеткен. Қауіпті қызметте сапта тұрып, қарсы тұрар қайтпайтын алған беттен, атаулы мерекемен құттықтаймыз 25 жыл бүгінгі келіп жеткен. Құрметті әріптестер, сіздерді Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау органдарының құрылғанына 25 жыл мерекесімен құттықтаймын. Қандай ауыр жағдай болмасын, бар күш-жігерін салып, құтқару жұмыстарын жүргізіп жүрген құтқарушылардың осынау айтулы мерекесіне табыс, қызметте абырой, отбасыларына амандық тілеймін. Сіздердің ауыр еңбектеріңіз, өздеріңіз құтқарған адамдардың алғысымен бағаланып, тәуелсіз Қазақстанымыздың гүлденуіне үлес қоссын деймін. Құттықтаушы Қызылорда облысы төтенше жағдайлар департаментінің психолог қызметкерлері.